Сайтындағы үлкен өзгеріс. Бұрын кез келген суммаға заказ берген кезде бізден сол сумманың 3%-ін, яғни комиссия ретінде ұстайтын. Ал енді 66 юанға дейінгі товарлардың барлығына плюс 2 юань комиссия ретінде ұсталатын болады. Ол біз үшін өте тиімсіз. Сіздерге мысал ретінде товарларды таңдап көрсетейін. Ол үшін корзинаға сақтап аламыз, товардың ішіне кіріп, астында тұрған жүрекшені таңдаймыз. Тағы да бір товарды таңдаймын, мысалы мынау товарды таңдап корзинаға сақтап қоямын. Барлығын таңдаған соң личный кабинетке кіреміз. Осы жерде корзинаға, яғни бағана жинаған избранный товарларымызға кіреміз. Мысал ретінде мына бірінші товарды таңдайық. Ол үшін жанына галочка қоямыз. Автоматты түрде размерін, цветін таңдау керек болады. Мысалы мен біреуін таңдай салайын. Қараңыздар, бұл товардың бағасы менде скидкамен 58 юанға шығып тұр, яғни 66 юанға жетпейді. Ал енді заказ беру үшін астындағы қызыл кнопканы басамыз. Осы жерде тағы да қызыл кнопканы басамыз. Мына жерде қараңыздар, товар бағасы 58 юань, оған комиссия ретінде 2 юань қосылып тұр. Общий 60 юань шығып тұр. Тағы да басқа товарды таңдап көрейік. Осы жерде қараңыздар, мына двойканы таңдайын, размерін, цветін таңдап аламын. Мына жерде астындағы қызыл кнопкаларды басып заказ беруді таңдаймын. Сонда товар бағасы 11,9 юань, және де комиссия 2 юань бізде ұстап тұр. Общий 13,9 юань болып тұр. Бұл бізге өте тиімсіз. Ал бұрын бізде кез келген суммаға сол товардың тек 3% ұсталады. Мысалы, осы товардың 3% бізде 0,3 юань екен, ал бізде бақанда 2 юаньды ұстап тұр комиссия ретінде. Енді біз бірнеше товар таңдап 66 юаньнан асырып заказ беретін болсақ, товар бағасы общий 93,65 юань шығып тұр, яғни 66 юаньнан асады. Осы кезде бізде осы товардың тек 3% ғана ұсталынады, яғни мына жерде 2,80 юань ғана ұсталып тұр. Біз 66 юаньға дейінгі товарларға заказ берген кезде каждыйына 2 юаньнан комиссия ұсталып отырады. Ол өте тиімсіз. Бірақ бұның шешімін сіздерге стористе бөлсем, немесе астына плюс қалдырып кетіңіздер, дайректке жіберетін боламын.